Құрметті тыңдармандар, дұрыс сөйлейік атты бағдарламамызды жалғастырамыз. Студиямыздың қонағын естеріңізге сала кетейін. Тілтанушы маман Анар Мұратқызы. Анар ханым, ендігі тақырыбымыз интонация және тыныс белгілері деп берілген екен. Бұл жайлы не айтар едіңіз? Интонация туралы біздің бағдарламалар циклында бір өзі жеке блок бар. Осы блокта интонацияға қатысты бағдарламамыздан айтылып отырған мәліметтердің көбін мен осы проблеманы алғаш рет қазақ тілі ғылымында зерттеген маман, филология ғылымдарының доктор профессор Зейнеп Мүслімқызы Базарбаеваның еңбектеріне сүйендім алған кезде осы мәліметтерді. Ол кісі менің өзімнің ғылыми жетекшім. Осы интонация мәселесімен сол кісінің жетекшілігімен айналысқан едік. Енді бүгінгі проблема интонация мен тыныс белгісі деген тура бүгін енді күйіп тұрған проблема. Оны мен қазір түсіндіремін неліктен екенін. Бұл жалпы біздің циклымыз ауызша сөзге арналған. Ауызша сөзге арналған болса да бүгінгі проблема жазба сөздің көп мәселесін, әсіресе тыныс белгісіне қатысты мәселесін шешеді. Мынау тыныс белгілерін қою кезінде қандай принципке сүйенеміз дейді. Грамматикалық принципке сүйенеміз дейді бір ғалымдар тек қана интонациялық принципке сүйенеміз дейді. Ал енді тағы да бір ғалымдар осы екі принципке де қатар қарап отыру керек. Кей кездері грамматикалық принцип басым түсіп кетеді, кей кездері интонациялық принцип басым түседі. Енді түсінбей отырған шығарсыздар, тыңдармандарымыз да біраз құлақ тұрып қалған шығар, бұл не мәселе деп. Мәселен, қараңыздар, сөйлем аяқталғанда қойылатын тыныс белгісі нүкте. Егер сіздің сөйлеміңіз сұраулы болса, сұрақ белгісі. Егер лепті, бұйрықты болса, леп белгісі қойылады. Осы леп белгіні қойған кезде грамматикалық принципке де сүйенесіз. Өйткені қазақ тіліндегі сөйлем міндетті түрде етістіктің қандай да бір формасымен аяқталады, немесе басқа да сөздермен аяқталады. Етістіктен басқа да сөздермен. Мысалы, көктем келді. Сөйлемін аяқталған, сіз етістіктің жедел өткен шақ формасында тұрған келді деген сөзден қарап, сөйлем аяқталды дейсіз. Бұл грамматикалық принцип. Көктем келді дегендегі менің сөзді айтқан кездегі интонациям тиянақты интонация, әуеніміз тиянақты. Әуен барып, төмендеп барып тынды, көктем келді. Дауыс шықпай қалды. Демек, бұл жерде сөйлем аяқталды. Точка, нүкте қоясыз. Орысша точка қоясыз. Ал басқа тыныс белгілері бар. Оларды қойған кезде біз қиналамыз. Осы екі принцип екеуі қатар бірге жұмыс істемей қалады. Мысалы былай, ертең жұмыс, сондықтан мен ерте жаттым деген екі құрамдас компоненттен тұратын құрмалас сөйлем. Бірақ бізде осы құрмалас сөйлемде былай жасайды. Ертең жұмыс үтір қояды. Сондықтан дейді, тағы үтір қояды. Ерте жаттым дейді. Өйткені интонациясына қарайды. Ертең жұмыс, сондықтан ерте жаттым. Сондықтан дегеннен кейін бір қандай да бір кідіріс сияқты құлаққа естіледі. Сосын сол жерге апарады. Кідіріс болған жердің бәрінде тыныс белгісі болу керек деп тіл иесі үтір қояды. Ол қателік. Дұрыс айтасыз, ол қателік. Өйткені сондықтан деген ол жалғаулық. Ал ереже бойынша жалғаулықтан кейін үтір қойылмайды, жалғаулықтың алдында үтір қойылады. Ал егер сіз бұл екі компоненттен тұратын сөйлемді екіге бөліп жазсаңыз, мысалы, ертең жұмыс еді, сондықтан мен ерте жаттым. Сол кезде тағы да сіз сондықтан деген жалғаулықтан кейін үтір қоймайсыз. Бірақ сондықтан дегеннен кейін пауза байқалады да, көп адамдар апарып бұл жерге үтір қойып қояды. Ал дегенде сондай жалғаулық. Мысалы, қазір біз мынандай әңгіме қозғаймыз, сөйлем бітті. Ал ертең мынандай әңгімені қозғаймыз, тағы да сөйлем бітті. Ал дегеннен кейін тағы да аппаратта үтір қойып қояды. Бұл ешқандай да үтір қойылатын жер емес. Бұл жерде сіз екі күрделі сөйлемді ортасынан бөліп тастап тұрсыз. Ал деген ол жалғаулық, ол алдындағы сөйлеммен қарсыластық мағынадағы сөздерді көрсетіп тұр. Ал деген жалғаулықтың өзі үтірдің рөлін атқарып тұр деп айтсақ та болатын шығар. Ал деген ал деген жалғаулықтың өзі алдындағы компонентке тәуелді екенін көрсетіп тұр, дұрыс айтасыз. Бірақ алдан кейін үтір қоймайды. Бірақ жұртшылық қояды. Неге қояды? Өйткені интонациясына қарайды. Ал дегеннен кейін бір түрлі бір
үзіліс пайда болады, иә? Мысалы, бүгін біз интонация туралы айтамыз, ал ертең дегенде әуен көтеріледі, сосын дыбыс үзілетін сияқты, соңын сол жерге үтір қою керек сияқты болып тұрады. Өйткені сондықтан ал дегенмен алайда деген сияқты сөздерден кейін қазір газет беттерінде қаптатып үтірді қойып отырады. Бұл сөздер жалғаулықтар қатарына жатады. Жалғаулықтардан кейін ешқашан үтір қойылмайды. Ал оны қоюдың себебі интонацияға келіп тіреліп тұр. Интонациясына қарайды да қойып қояды. Бірақ тыныс белгілерін қойған кезде біз тек қана интонацияға сүйенбейміз дедік. Біз грамматикаға да арқа сүйейміз дедік. Енді мынандай жағдайлар бар. Енді шегендеуіш сөздер деген болады. Шегендеуіш сөздер ол мәтіннің бір абзацын екінші абзацымен байланыстыратын сөздер. Солардан кейін үтір қойылу керек. Ол мынандай сөздер. Сонымен, қорыта айтқанда, демек деген сияқты сөздерден кейін әлқисса. Иә, әлқисса деген сияқты сөздер ол шегендеуіш, шегендеп тұр. Сіздің алдыңғы айтқан оймен мына айтып тұрған ойыңыздың арасын жалғап тұр. Сондықтан олардан кейін сіз үтір қоясыз. Ал енді бірақ, сондықтан, өйткені, ал деген сияқты жалғаулықтардан кейін үтір қойылмайды. Анар ханым, көп рахмет. Сіздің айтқан мәліметтеріңіз тыңдармандарымыздың қажетіне жарар деген ойдамыз. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы 2015 жыл.